саламатсыздар ма ханымдар? Бүгін сіздерге WhatsApp бизнестің тиімділігін, қалай жұмыс жасау керектігін айтып бергім келіп тұр. Яғни осы бизнеспен айналысатын кісілерге WhatsApp бизнес өте ыңғайлы. Мынау ва бизнес деп тұр ғой. Осындай приложенияны соткаға Play Market App Store'дан жазып алыңыздар. Кейін нөмірлеріңізді жазу арқылы WhatsAppқа кәдімгі обычный WhatsApp сияқты тіркелесіздер. Сосын қыздар, мынау 3 точканы бассаңыздар, инструменты для бизнеса деген бар. Профиль компании дегенге адрестеріңізді, мысалы, мен Клубника в шоколаде, магазин подарков, Алматы, Қазақстан, и наха Инстаграм страницамды белгілеп қойғам. Вот наха товары деген жерге изменить деп товарларды салсаңыздар болады, қыздар. Көрдіңіздер ғой, товары дегенге осы жерге как мини-каталог ретінде букеттерді, бокстарды салып, бағаларыңызды жазып қойсаңыздар болады. Менде негізі салынып тұрған етін, алдын соңғы рет прайсты ауыстырғаннан кейін барлығын өшіріп тастаған болатынмын. Так, мысалы, менің нелерім қайда? Мен 2 соткамен жүрген соң наяқа суреттерді iPhone-нан ол соткаға жіберіп жүрем. Сол үшін осы WhatsApp бизнесте мен суреттерім барлығы. Мысалы, бокстарды салайық, 9 штуктық бокстарды салып қойыңызшы. Мысалы, 9 штуктық бокстардың түрлерін салып, и бағасын жазып қойыңыз. 12 штуктық бокстың әртүрлі түрлерін салып, бағасын жазып қойыңыз. Букеттің 15 штуктық букет жасағандарын салып, тоже бағасын жазып қойыңыз. Солайынан не болады? Клиенттерге ыңғайлы болады. Қазір қараңыздар, мен дальше кете берейікші. Название товара. Бокс 9 штук. Описание. Клубника в шоколаде дей салайын. Дополнительное поле дейді. Ссылка деген жерге, қыздар, Инстаграм ссылкаларыңызды әкеліп қойсаңыздар болады. Инстаграмдағы осы 9 штуктық бокстың несін ба, актуальныйды ма, или публикацияны әкеліп қоясыздар. И осылай дальше сохранить дегенді басасыздар. Вот бокс 9 штук деп тұр. Мынақта редактировать етсеңіздер болады, бірдеңкені өзгерткіңіз келсе. Мысалы, бокс 9 штук. Мен өзім прайсымды ұмытқаным ғой. Жақында прайсты ауыстырғаным ғой. Қазір сіздерге сол ауыстырған прайсымды да жіберетін боламын. Соткамда өте көп информация болып кеткен енді. Вот, қыздар, менің қазіргі прайсым 9 штук 5850 теңге. 5850 теңге дейм. Сохраните. Вот осылайынан сіздер товарларды добавить етіп қоя аласыздар. И клиент сіздің WhatsApp-ыңызға кіреді, осы жақта каталогтан таңдап, скриндап та жібереді. Яғни Инстаграмнан көрмей ақшы, көбінесе мысалы, ол кісі арқылы келетін клиенттер осы жақтан қарап та заказ бере алады. Осындай бір тиімді тұсы бар. Адресті жазып қоясыз, нені жазып қоясыз. Қаншадан қаншаға жұмыс жасайсыз, соны жазып қойсаңыздар, осының барлығы клиентке көріліп тұрады. Вот каталог товара дегенге жаңағы ғой, суреттерді саласыз, и каталог деген жерде не бағасы тұрады, қыздар. Давайте мынау нені қойыншы, прайсымды сақ қойыншы. Бұған отырмағалы енді рас айтам, біраз болды.
бізде салып қою керек. Алдын соңғы рет прайсты ауыстырғалы салмай қалыпты. Сіздермен бірге салып қояйын. Міне прайсты саласыздар. Название товара прайс. Код товара дегенге жазып көрейікші. 650 теңге деп. Яғни бір штук 650 теңге. Вот прайс, иә. Осылайынан каталог жасап қойсаңыздар болады. Бұл клиенттерге ыңғайлы болады. Приветственное сообщение деп тұр ғой, осы жерге кіресіздер. И клиент сізге бірден здравствуйте или сәлеметсіз ба деп жазады ғой, соған мына жерге жауап жазып қоясыздар. Ана WhatsApp автоматом клиентке жіберетін болады. Сізге біреу саламатсыз ба деп жазады, или не деп жазса да клиентке сәлеметсіз бе деген мендегі сөз барады да. Сіз бұл жерге здравствуйте деген сияқты, көбінесе енді орыстар жазады заказ берген. Менде қазір клубқа деп курсқа қыздар жазылып жатқаннан кейін қазақ қыздар жазылады, сондықтан бәріне бірдей сәлеметсіз бе деп жазып қоя салғанмын. Сіздер де өздеріңіз сол амандасу несін жазып қойсаңыздар болады осы жерге. Получатели вот тоже всем, кімге жібермеу керек, тоже белгілеп қоя аласыздар бұл жерде. Кроме дегенді бассаңыз, кімдерге жібермеу керек, соны жазып қоясыз. Вот осындай өзінің нелері бар, пункттары бар, ыңғайлы. Нет на месте деген бар. Отправлять автоматический ответ, когда вы недоступны. Когда интернеттеріңіз қосылмай тұрады, сол кезде мынау сообщениені жібер деп батырманы басып, текст жазып қойсаңыздар, нет на месте деген болып тұр қазір. Осы жерді басып, сіз өзіңіздің текстін жазып қойсаңыз, WhatsApp автоматом сіздің соткаңызда интернет жоқ кезде, соткаңыз өшіп қалған кезде бірден не істейтін болады қыздар, ответ жіберетін болады. Сосын мынау быстрые ответы деген тоже өте ыңғайлы нәрсе. Қараңыз, мен мысалы спасибо деп клиентпен уже нені аяқтаған кезде, заказын алып болған соң, спасибо, что выбрали нас, надеемся дальше быть вам полезными деп жазып қоямыз. Курсы мамада сәлеметсіз бе, атыңыз кім, қай қаладан істейміз. Сосын жақын танысу деп қойған атын. Танысқаныма қуаныштымын, не? Здравствуйте деп, здравствуйте, как вас зовут? Вам когда надо, сколько штук? У нас предоплата 100%. Осын, тексті сонда теріп жазып отпайым, клиентке бірден дайын нәрселерін жібере алады. Прайс деген прайсты жібере салам. Енді сіздер тағы да қосу үшін плюс батырмасын басасыздар и сокращение. Аты не? Мысалы, банағыдай амандасу дей салайыншы. Атыңыз кім? Мен көбінесе осы сөзді жазам қазір. Қай қаладан, себебі қыздар уже саламатсыз ба дейді, и менен саламетсіз бе деген сөз автоматтан барады, қаладансыз. Қай қаладансыз дегенді міне сақтап қоям. И қараңыздар. Сақтап қойым, қыздар. Енді артқа барамыз. Қазір мен быстрый сообщениені қалай жіберу керектігін артынша түсіндірем. Мынау пункттардың бәрін айтып өтеге. Ярлыки деген, сіздер ярлыктар қыстырып қоя аласыз. Алдағы уақытта заказ берген адамдарға ярлыктарды қыстырып қоя аласыз. Мысалы, новый клиент, новый заказ, енді төлейін деп атса, завершенный заказ, уже заказ жіберіп қойған сияқты. И бұл жерде де новый сіздер мындай нелер, ярлыктар қоса аласыздар, басқа өзіңіз атауын жазып. Мысалы, қазір нақта реклама на Facebook дегенде тоже Instagramмен, WhatsApp бизнесті Instagramмен де, Facebookмен де байланыстырып қоя аласыздар, қыздар. Міне инструмент для бизнесін аяқтадық. Қараңыздар, енді сообщение жазар кезде екінші номермен жазылайын. Вот қараңыз, сообщение жазар кезде мынау
кнопочканы басасыз и быстрый ответ деген тұр, көрдіңіз ба? Осы быстрый ответ дейсіз да, бағанағы дайындап қойған қай ответті жібере салғыңыз келіп тұр. Мысалы, бағана амандасу сразу осыны таңдаймын да жібере салам, иә? Вот теріп отырмайсыздар. Бұның жақсы жері осы, қыздар. Осыны үйреніп алыңыздар. Сосын, қыздар, WhatsApp-тағы нелеріңізді, бизнес инструменттерді айтып қойдым. WhatsApp-тағы негізгі суреттеріңізді, өзіңіздің түріңізді желательно көрсетіп, осындай букет, клубникамен байланысты екеніңізді көрсетіп қойыңыз. Оның барлығы клиентке яғни не істейді? Сенімділік тудырады ол нәрсе, шын расымен де. Сосын, қыздар, клиенттің тағы бір келу жолы осы WhatsApp статустан да мықты келеді. Сіздің алдыңғы алған клиенттеріңіз WhatsApp-қа жазып, WhatsApp-дағы статусыңыз көріп, тағы да алдағы уақытта заказ береді. Так, мынандай бар екен ғой деп есіне түседі. Кейбір адамдар ұмытып кетеді, мысалы, сіз ол сіздің сторисіңізді или инстаграмыңызға арнайы подписаны болмаса ше. Сол үшін сторис WhatsApp-қа салып жүруде өте маңызды. Сосын, қыздар, мен барлық клубника заказ берген кісілерді КЗ деп белгілеймін. Клубника заказ и қай числоның заказы. Қараңыз, мысалы, Әсел қызы 31 март, Берекет қызы 25 март, иә? Осылайынан қараңыз, бір клиент бірнеше рет менде заказ беретін кісілер өте көп. Осылай сақтап қоям, зато ол кісі қай кезден бері менің клиентім екені де көрініп тұрады. Сосын рассылка жіберген кезде де ыңғайлы, қыздар. Рассылка дегеніміз, 3 точканы басасыздар. Новая рассылка дейсіздер. Мысалы, КЗ клубника заказ деймін. Бәлік клубника заказдар дейсіз бір неге. Бәлік 260 ма адам сияды. Сонша адам сиғанша дейін бір рассылка жасап алып, и сол рассылкаларға, қыздар, мысалы, мен өзімді қосайыншы. Өзім екінші номерімді қосайын да болды. Осыны ғана қоса тұрайын. Ой, 2 контакт болу керек дейді ол. Кімді қоссам екен? Ладно, әпкемді қоса салайын, ренжімейді. Вот осылайынан қосасыздар, қыздар. Көрдіңіз ба, рассылка. И осы жерге данные рассылки дегенге сіз осыны іздегенде ыңғайлы қылатындай названиясын ауыстырып қойыңыздар. Кейін ол рассылка төмен түсіп кеткенде клиенттеріңізді бірінші рассылка бірінші рассылка болып осылай тұрады. Енді қараңыз, сіз сообщение жазасыз. Андай акция болып жатыр бірдеңке деген нәрселерге или праздниктерге алдын ала заказ қабылданады деген сияқты сообщениені осылай алдын ала жібере аласыздар, қыздар. Осылай жіберіп, бірден 260 адамға бірден жібере аласыздар ше, сообщениені әр неге копировать ставить етіп жіберіп отпай, осылай бәріне, мысалы, мен сәлеметсіз бе дей салайын осы жерге. Қалайсыз дей салайын, и жіберем. Сол уақытта мен екінші соткама сообщение барды. Сәлеметсіз бе, қалайсыз деп барып тұршы. Ол жерде сіз андай бір группаға жазғандай или бір рассылка сияқты болып барғаны ешкімге білінбейді, қыздар. Ол неге ғана клиентке кәдімгі сіз оның жекесіне жазып тұрғандай білінеді, солай болып барады. Мен рассылканы өшіре салайын. Маған бұл рассылка, вот удалить список рассылки. Керек жоқ, әшін сіздер көрсету үшін аштым. Ал мысалы, мен өткенде тегін сабақ өткізген кезде клиенттердің барлығын курсқа тегін сабаққа жазылған барлығын тегін сабақ 1 деп жинаған болатынмын. И қараңыздар, мен рассылкаларды акция бітейін деп жатыр, акция соңғы күн деген сияқты прямой эфирге шақырған нелерді, рассылкаларды осылайынан жіберіп отырдым. Қараңыз, списокта 183 адам отыр. Мен текстті жаздым, и клиенттерге осы барады. Оны кім оққаны леп белгісін басу арқылы көре аласыз. Көріңіз, прочитано деп тұр. Осылайынан қанша адамға текстіңіз барды, и ол оқыды ма, осыны көре аласыздар, қыздар. Осы рассылка тоже өте жақсы, ыңғайлы өте.
вот бана ярлыки деген мынау қыздар, новый заказдар. Так, кімде заказдарым қалып қалды десеңіз, осылай новый заказдар тұрады. Мысалы әлі жасалмаған заказ, мысалы сақтап қойсаңыз болады. И қандай сіз мысалы 5 күнгі заказдар, 5 сәуір, 5 май деп бірдеңке жазып қоясыз, и 5 майдағы заказдарды ашып, и қалып кетпейді да, сол кезде осылай немен ярлыкпен белгілеп кетсеңіздер. Вот, тоже әпкем жауап жазып отыр. Тоже осындай ыңғайлы. Тағы бір связанные устройства, избранные сообщения, настройки дейді. Все, дальше барлығы түсінікті, иә, настройки нақта. Ол өзіңіздің әшейін жеке настройкаларыңыз. Сонымен WhatsApp-тағы қыр-сырлары осы қыздар. Өздеріңізге тиімді әрі сәтті пайдаланыңыздар. Дәл осылай жақсылап қайталаңыздар. Сәттілік.